Келесі біздің талдайтын акциямыз ол бізде CPRX, американский компания. И қарап отырсаңыздар, то же самое бізде данный момент хайда тұр. Ол тайм хайды мына жерде бір жаңартқаны болмаса, жалпы бұл ложный пробой болып кетіп қалған. Енді осы жерде біздер уровень алған болатынбыз. Уровень бізде мына жерде точка касание жасаған еді. Уровень бізде 26.16 деген ценадан қарап отырсаңыздар. И мына барды қарайтын болсаңыздар, хайы 26.09 плюс-минус копейки, и потом ложный пробойдан кейін мына жақта движение жасалып жатыр. Енді бізге ұнайтын нәрсе не бұл жерде? Бұл жерде бізде параболический закругление маған өзіме ұнайды. Одан бөлек мына жақта бізде накопление жиналып жатыр, и бұлардың барлығы өте үлкен бір плюс. Бірақ бұл акцияның мына жақтан уровеньнің үстіне шығуын күтуіміз керек. Егер де уровеньнің үстіне шығып әдемі жабылатын болса, кіріп көрсеңіздер болады, или может чуть-чуть построить етсеңіздер болады. Уровеньіңізді осылай мынаның хайынан алсаңыздар болады, және all time хайдан алсаңыздар болады. Рискті чуть төмендетемін десеңіздер олай да болады. И қарап отырсаңыздар, егер уровень мына жақтан басталды дейтін болсаңыздар, почти бір жыл болған, 24 март 2025-те пайда болған уровень, и әлі бір жыл бойы накоплениеде жатыр. Бұндай кезде акция үлкен бір движение жасап беруі мүмкін. Бірақ енді ол барлығы мүмкін, сондықтан біздер соңғы бір коррекциядан не істейміз? Фибоначчи тарттырамыз, как обычно. Фибоначчи тарттырдық, и плюс-минус баратын жерлерін біліп отыратын боласыздар. Так, бірінші баратын тейктарымыз плюс-минус баратын жерлерін есептеп алсақ, баратын жері біріншісі 16%, екіншісі 43%-ке дейін бару ықтималдығы бар. Так, келесі акциямыз бізде ODC деген компания, тоже самый американский несие де торговля жасайды. Бұл да бізде all time хайда жатыр. Қарап отырсаңыздар, бұл жерде енді үлкен бір накопление жоқ. Бізде мынандай бір үлкен движение, яғни 41 доллардан 69 долларға дейін почти 75% жүрген движениені тоқтатты и обратно құлап тастады. Құлап тастағаннан кейін обратно келді, қарасаңыздар, ровный касаниеден кейін қайттан төмен түсіп жатыр. Енді бізде мына жерде не болып жатыр? Ближний ретест болып жатыр. Яғни бізде бір айдың көлемінде қайтып келіп жатыр и шығу ықтималдығы бар. Бұл жерден шығатын болса, бірақ үлкен процент күтпеңіздер, потому что накоплениясы өте аз. Дневной таймфреймді қарайтын болсақ, барлардың барлығы обычный кішкентай барлармен келе жатыр. Только мына жерде 59 доллардан 60-70 долларға дейін жүріп қойды. 10 доллар это бізде плюс-минус қанша процент болады? 20%-ке шамалас болуы да мүмкін. 20%-ке шамалас жүріп қойды, и бұл чуть-чуть бізге минус. Сондықтан қатты бір көп движение күтпеңіздер. Бұл жерде 10-15% максимум алуға болады деп үміттенемін. Жалпы осындай бір акциямыз, хотя барлығы әдемі болып тұр. И дальше да жүріп кетуі да мүмкін. Егер де Фибоначчи тарттыратын болсақ, көрейік. Фибоначчи тарттырсақ қайда баруы мүмкін? Так. Фибоначчи чайын қырып кетті. Так, кеттік. Қарап отырсаңыздар, баратын точкасы 84.65, 108-75-ке дейін барып қалу ықтималдығы бар. 18%, 53% бұл ықтималдық барлығы. Бірақ мына жердегі накоплениенің бәрі ондай бір движение жасайды деп айтып тұрған жоқ. Жүруі де мүмкін, жүрмеуі де мүмкін, дальше өзіңізге қалатын нәрсе.